Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақты видео күнделігімнің 19-шы күні. Бүгінгі салмақ 100-600. 100 грамм, 100 кило, 600 грамм, 100-6. Бүгін таңертең тұрдым, жаттығу жасадым, жаттығумен растяжка жасадым. Бүгін программа бойынша растяжка менде, программа бойынша жасаймын, білесіздер. Сосын 2 стакан суымды іштім, вакуум жасадым, планк жасадым. Сосын 2 стакан суымды іштім, біреуі лимонмен, екіншісі коллагенмен. Сол жарты сағат өтті, өзіме дейтін үйде саңырауқұлақ уақыт барып, соны тездетіп пісіріп тастау керек болғасын. Саңырауқұлақпен помидормен омлет қуырдым. Кішкене қара болып тұр мына жерде, өйткені саңырауқұлақ кішкене қатты қуырып жүрген сияқтымын. Сосын огурцы, нан, сырмен. Бүйтіп доставкаға түсіп жіберген фотоға. Видео ютубқа. Сол программа план питания береді да, сол программа тоже маған. Не ғой, приложение ғой, бәріне доступный. Бұрын план питаниясын қолданбайтын. Ол осыған қарап жүрмін, кішкене менікіне жақын. Сол оның планы бойынша мен жерге тіркеп кетейін. 2 жұмыртқа жеу керекпін, яичница. Осыны овсяная каша жеу керекпін. Овсяная каша жегім келген жоқ мен. Сол үшін қасына сыр мен нан қостым. Яичницаны без масла қору керек деді. Мен оливка қостым. Енді басқаша болып кетті, естественно. Бірақ овсянканың орнына кетіп жатыр да енді бәрі. Сосын перекусқа менде анда не деп тұр? Йогурт, кажется. Я йогурт деп тұр, йогурт жеймін. Ішіне мүмкін банан салам. Сосын кешке не деп тұрды? Иш картошка или запеченный, или вареный. Сосын, или любое мясо, рыба, курица, или говядина деген сияқты. Бірақ мен, скорее всего, бүгін кешке грудинка жасаймын салатпен. Сол грудинка болады, как основной белок. Осы қасынан салат. Ешқандай нансыз оны кешке оны көрсетемін сіздерге. Сол бүгінгі жейтін тамағым бәрін асмайдырын көресіздер. Бүгін таңертең жеп тұрған тамағым мынау. Так, опять мукбанг жасап жүрейін. Мен саңырауқұлақты өте жақсы көремін. Жолдасым көп ұнатпайды саңырауқұлақты, сол себепті мен тек қана жұмыртқаға саламын таңертең. Басқа тамақ жасағым келеді, бірақ жолдасым ұнатпайтын болғасын басқа тамаққа салмаймын. Менде ащы перец бар, кстати. Ащы перец менде бәрі жерде жүреді. Соң, аш болсын, күндерім жақсы өтсін. Пока-пока! Бүгін күні жел болып тұр, не көріп ұстару көріп, толқынды ағаштардың басын күн, бірақ жел кішкене чуть-чуть прохладный. Так, сосын мынаны көрсетіп кетейін сіздерге. Базиликті көрдіңіздер ме? Шығып жатыр, жаңа су құйдым. Қараңыздар, базилик шығып жатыр. Күшті өтсе салатқа қолдануға болады. Так, қыздар, мен дейтін йогурттың орнына кофе ішейін деп жатырмын перекусқа. Кофешкім келіп кетті. Капучино. Мында фильм, сериал, то есть чужестранка деген қарадым, тағы қарап жатырмын. Баламмен жерде ойнап жатыр кассета сумен. Сол маған насып болсын кешке дейін көріскенше. Кешке грудинка жеймін салатпен. Қайырлы кеш қыздар, бүгін бізде тауық грудинка жеймін о деген, омен жолдасыма по-любому котлета пісіріп жатқасын, осы шетен жеймін деп ойладым. Бұқтырдым духовкаде, и так-то план питанияда. План питания запеченный картофель или вареный деп тұрды ғой. Мына жерде үшеу деп жазылған план питания. Мына жерде 2. И то күйеуім жейді, балам жейді, өзіме қойғаным мынау. Мына жерде салат, мына жерде турецкий түрік тұздалған көкөністері өзім жапқан. Өткенде көрсеттім ау, өзім жапқан. Вот солар мыналар. Қытырлап тұр. Міне огурцы. Көріп тұрсыңдар, естіп тұрсыңдар ма? Қытырлап та. Ас болсын, ертеңге дейін көріскенше. Пока-пока.